Қазір интернет заманы. Бір сурет шықса болды, санаулы минутта бүкіл әлемге тарайды. Мына суреттер. Біреулер мұны бұл фейк дейді, ал басқалар бұл паранормальды құбылыстың дәлелі деп сенеді. Бірақ бір сұрақ бар. Ол сурет қайдан пайда болды? Міне бүгін сол сұрақтың жауабын іздейтін боламыз. Бұл видеолар сені қорқыту үшін емес, тіпті сен оларды бұрын да көрген боларсың. Бірақ қайда және қашан түсірілді және шын мәнінде не болғанын білесің бе? Ендеше білгің келсе, біз бастаймыз. Огайо штатында тұратын бір әйел барлығы $1 деп аталатын дүкеннен қызына арзан ойыншық сатып алады. Бар болғаны сиқырлы таяқша сияқты көрінеді. Қызы қуанып жарық пен дыбыс шығатын ойыншықты күтті, бірақ ішінен шыққан нәрсе мүлде басқа еді. Ішінде қызыл көзді әйелдің суреті. Ол білегін пышақпен кесіп, тура камераға қарап тұр. Бір сәтке тіпті сурет тірі сияқты әсер қалдырған. Осы оқиғадан кейін YouTube блогері Мэтт Кларк тергеу бастайды. Ол осындай тағы бірнеше таяқшаны табады. Кейбірінде қорқынышты суреттер жоқ, бірақ бәрі бір түрлі түсініксіз балаларға арналмаған ойыншықтар болып шықты. Бірақ артынан шындығы анықталды. Бұл сурет шынайы емес. Бұл суретші Людвиг Батчердің туындысы екен. Онда вампир өз қанын ішу үшін білегін кесіп жатқан көрініс бейнеленген. Яғни бұл жай ғана өнер туындысы. Бірақ кейде өнер мен шындықтың арасындағы шекара тым жұқа болады. Қарғыс атқан телепузиктер. Бұл интернеттің ең танымал, бірақ сонымен бірге ең тылсым суреттерінің бірі. Бұл фотода аурухана төсегінде отырған кішкентай бала. Оның жанында телепузиктерге ұқсайтын 4 бейне, бірақ бұл мультфильмдегі көңілді кейіпкерлер емес. Олардың костюмдері жасанды, қолмен тігілген және тым қорқынышты көрінеді. YouTube'тағы Скар театр арнасы бұл суретті зерттеді. Артқы фонда аурухана төсегі, тамшыға арналған ілгіш және голландиялық әйгілі футболшы Денис Бергкамптың постері бар. Демек бұл сурет үлкен ықтималдықпен Нидерландыда түсірілген. Тағы бір қызығы, фотосуреттің жоғарғы бұрышынан байқалады. Бұл суретті біреу оны қайта түсірген. Мүмкін түпнұсқасы әлдеқашан жоғалған шығар. Кейін посттың авторы осы оқиғаны түсіндірді. Бұл фото Англиядағы бір балалар аурухананың қабырғасында ілулі тұрған. Тақырыбы бізге келген танымал қонақтар делінген. Айтпақшы, автордың өзі де бұл фото туралы бұл әрі күлкілі, әрі жан түршігерлік көрініс болды деп мойындады. Егер сен 2000 жылдары интернет қолданған болсаң, бір сәтте есіңде шығар. Жай ғана видео көріп отырсың, жай ғана сайт парағын айналдырып отырсың. Кенет экраннан жан түршігерлік сурет шығады, яғни жартылай адам, жартылай тышқан сияқты көрінетін қорқынышты бейне. Бұл суреттер жылдар бойы интернетті кезіп жүрді. Қай жерге кірсең де осы түр пайда болатын. Тіпті 2007 жылы араб тілінде видео шыққан. Атауы бұл адам ба әлде жануар ма? Бар болғаны 45 секундтық бейне. Бірақ оны 51 миллион адам көрген. Ал астындағы пікірлер қорқынышты аңыздарға толы еді. Айтуынша бір күні кішкентай қыз анасы оған Құран оқып отырған кезде ашуға мініп қасиетті кітапты лақтырып жіберген деседі. Біреулер айтады, ол кітапты таптап кеткен, ал енді біреулер унитазға тастаған дейді. Сол сәтте Алла тағала оны тышқан кейпіне айналдырып жазалаған екен. Осы аңыз мұсылман елдерінің форумдарын жаулап алды. Балалар қорқып интернетке кірмейтін болған, ал сурет әр жерден қайта-қайта пайда болып тұрды. Бірақ шындығы бәрі басқаша болып шықты. Бұл ешқандай қарғыс емес, тіпті фотошопта емес. Бұл австралиялық суретші және мүсінші Патрисия Питчениннің туындысы екен. Ол адамдар мен жануарлар арасындағы шекараны көрсететін мүсіндер жасайды екен. 2003 жылы өзінің көрмесінде осы мүсінді таныстырған. Кейін біреу оның суретін ұрлап, өңдеп, аңыз қылып интернетке таратып жіберген. 2020 жылдың 10 шілдесінде сайтқа бір фото жарияланады және интернет сол сәттен бастап қатты дүрлікті. Фотода 2 бала, бір ұл және бір қыз терезеден төмен қарап тұр. Қыз күлімдей тұр, ал ұл камераға тіке қарап ешқандай эмоциясыз тұр. Бірақ ең қорқыныштысы олардың артында тұрған бейне. Терезенің түбінде әйелге ұқсайтын қараңғы көлеңке. Ол бүйірмен бұрылған, денесі көрінбейді, тек 2 жарқыраған көзі ғана аппақ болып көрініп тұр. Егер ол жарыққа жақындап тұрса, жүзі жарық түсу керек еді, бірақ жоқ, тек қараңғылық пен көздері ғана көрінеді.
Пайдаланушылар бұл суретті зерттей бастады. Біреулер бұл жапон қорқынышты сериалдарынан алынған, бірақ іздеп қараса, расында да фото жапон медиа жобасына қатысты, бірақ нақты сериалдан емес. Бұл суреттерді жарқыраған плиткалар, көгілдір су, мінсіз жарық, тып-тыныш, тым мінсіз. Бірақ дәл сол мінсіздік адамды мазалайды. Адам жоқ, дыбыс жоқ, тек бос жарық бөлме және түсініксіз сезім. Біреу осы жерді бақылап тұрғандай. Бір жағынан бұл көрініс әдемі, тіпті демалғың келеді. Суы салқын, жарығы бар, бірақ ұзақ қарасаң, жүрегің дір етпей қоймайды. Ең қызығы, бұл орындар шын өмірде жоқ. Бұл барлығы цифрлық иллюзия. Оларды жасаған цифрлық суретші Джаред Пайк. Бұл бассейнді бөлмелер интернеттің ең танымал кеңістіктеріне айналды. Бұл губка Бобтағы әйгілі мейрамхана Красти Краб. Бірақ бұл жолы мультфильм емес, бұл шын өмірдегі Красти Краб. Бұл сурет көп жылдан бері интернетте тарап жүр. Алғаш қарағанда кәдімгі фотошоп сияқты, бұл сурет көп жылдан бері интернетте тарап жүр. Красти Краб 2014 жылы Палестинаның Рамалла қаласында ашылған. Іші де сырты да мультфильмдегі нұсқасынан айнымайтын стильде безендірілген. Тіпті шатырдың пішіні, терезелер, маңдайша бәрі дәл мультфильмдегідей. Интернетте бұл жердің видеолары мен суреттері әлі бар. Расында да адамдар Красти Крабта бургер жеп өзін губка Бобтың әлемінде жүргендей сезінген. Бірақ өкінішке қарай 2019 жылы мейрамхана жабылып қалған. Ресми себеп белгісіз, бірақ көпшілік мұны авторлық құқыққа байланысты болған дейді. Nickelodeon студиясы мұндай брендті қолдануға рұқсат бермеген болуы мүмкін. Бұл сурет ондаған жылдар бойы интернетте тарап жүр. Астындағы жазуда балалар мерекесіндегі клоун 1983 жыл. Ал суретке қарасаң, денесі қозғалмай қалған бір фигура. Бетінде қатып қалған күлкі, көздері бос. Бірақ шындық мүлде басқа. Бұл адам емес, тіпті клоун да емес, бұл аниматроник. Оны жасаған әйгілі инженер Аурон Фетчер. Бұл робот алғаш рет 1983 жылы көрмеде таныстырылған. Бұл ойын-сауық индустриясына арналған халықаралық көрме. Клоун қонақтарды қарсы алатын робот болған. Ол күлімдеп келушілерге ақпарат таратқан. Бірақ ол толық емес еді. Оның аяғы жоқ. Ал денесі түрлі түсті ағаш платформаға бекітілген. Ол кішкентай каруселдің ішінде орнатылғандай көрінген. Айналасында ақ темірлер, үстінде дөңгелек шатыр, ал өзі түрлі түсті киім киіп парик таққан. Ең қызығы, бұл фигура әлі күнге дейін бар. Ол бір компанияның жертөлесінде сақтаулы тұр.